Ассаламу алейкум қыздар. Бүгінгі видеода сіздерге өзімнің банан в шоколадені қалай жасағанымды көрсететін боламын. Алдыңғы жолы клубника в шоколаде жасағанда артылып қалған шоколадты осындай ыдысқа құйып қойған болатынмын. Енді сол шоколадты шыны ыдысқа салып, су буында ерітетін боламын. Шоколадты мейлінше шыны ыдыста еріткендеріңіз дұрыс, және міндетті түрде араластырып тұру қажет. Бізде шоколад ештеңе қоспай-ақ осылай әдемі болып ериді. Енді бұл шоколадымызды араластырып отырып суытатын боламыз. Ыстықтай мүлде қолданбаңыздар. Шоколадқа осылай саусақты батырған кезде ол жылы болып тұрса, біздің шоколадымыз қолдануға дайын деген сөз. Ыңғайлы болу үшін осындай шұңғыл ыдысқа құйып аламыз. 2 дана бананымызды жақсылап тазалап, ортасынан бөліп аламыз. Менде банандар кішкентай болғандықтан 2-ге бөлдім. Осындай таяқшаларға орналастырып, шоколадымызға малып аламыз да, артық шоколадтарын жай ғана сілкіп отырып түсіріп тастаймыз. Бананмен жұмыс жасағанда өте мұқият болыңыздар, өйткені бізде таяқшадан түсіп кету қаупі жоғары. Енді пергамент төселген қағаздың үстіне қоямыз. Бізде шоколадтар өте тез қатады. Әрлеуі өз қалауыңыз бойынша. Мен ақ және қара шоколадтарды пайдаланып, төменгі бөлігіне ұсақ жаңғақ пен кокос үгінісін қойып шықтым. Міне бізде осындай әдемілік шығатын болады. Дәмі де өте ерекше әрі керемет болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.